Құрметті менің оқырмандарым, қалдеріңіз қалай? Менің арнама қош келіп жатсыздар. Бүгін біздің әңгімеміз табыспаған тағдырлар, яғни махаббат туралы әңгіме болады. Арнама лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпайық. Табыспаған тағдырлар. Арман қуып Алматыға оқуға келдім. Құдай оңдап өзім қалаған университетке түсіп кеттім. Студенттік кез ерекше екен. Қызығы мен шыжығы бітпейтін жастық шақтың мәңгі жасыл көктемі. Күні бойы оқудан бас алмаймыз. Сонымен қатар ойнап күліп қыдыруға уақыт тауып жатамыз. Топта 35 студент, оның 12-сі ғана жігіттер, ал қалғаны қыздар болатын. Топ ішінен өзіме досты тауып үлгердім. Есімі Жандар. Өзім сияқты ауылдың қарапайым қара домалақ баласы. Әрі менің жерлесім. Жандар екеуміз бір ауданнан болған соң ба тез тіл табысып кеттік. Сөзге шешең, әрі күлдіргі, тапқыр жігіт екен. Арада біраз күндер өткен соң біздің достығымызға Ақмарал мен Ирина қосылды. Жандар екеуміз олармен танысып, жақсы араласып кеттік. Енді бұрынғыдай екеу емес, төртеуміз. Ақмарал Семей жақтың қызы, ал Ирина Талдықорған қаласынан. Аты орысша болғанмен қазақ қызы. Құдайдың құтты күні төртеуміз біргеміз. Аудиторияның төрінен орын алып, дәріс жазып, қол босай қалса ананы-мынаны әңгіме қыламыз. Кейде мұғалімдер осы төртеуінің әңгімесі бітпейді деп ренжіп жатады. Ішімнен өмір бітпесе екен деп қоямын ғой. Достығымыз махаббатқа ұласып бара жатты. Мен Ақмаралды ұнатып қалдым. Оған басқа топтың жігіті түйіскенде оны қызғанып, ғашық екенімді байқатып қойдым. Әбден бауыр басып кеттім. Ол бір күні келмесе өзімді қоярға жер таппай кетем. Кейде сабақта ортасында сұранып кетіп Ақмаралдың үй жағына баратынмын. Марал десе Марал ғой, шіркін ботадай көздері, аппақ жүзі, нәзік дауысы, сүйкімді қылықтары. Енді біздің жай дос емес екенімізді бәрі біледі. Мен оның қиналғанда қасынан табылып, қуанышта онымен бірге мәре-сәре болып, оған шын жанашыр қорған болып жүрдім. Бірге қыдырып, бірге тамақты бөліп жеп жүрдік. Қыстың ортасына таман ол жатақханаға ауысты. Енді бұрынғыдан да жиірек көретін болдым. Өйткені мен де жатақханада тұрамын, бірақ ол басқа жағында, мен басқа жағында. Студенттік өмірдің қызығы мен қиыншылығы қатар ғой. Ақпан айында басында Ақмарал қатты ауырып қалды. Сабаққа келмей жатақханада жатыр. Бәріміз ақшадан қысылып жүргенбіз. Шәкіртақы болса кешігіп жатыр. Маралға дәрі апарайық берейін десем қалтамда соқыр тиын жоқ. Жандар екеуміз ақылдасып таныстардан түнде істейтін уақытша жұмыс таптық. Сабақтан шығып вагонға ұн басамыз. 4-5 сағат істеп 1500-2000 теңге аламыз. 3 күн істеп Жандар екеуміз біраз тиын-тебен таптық. Ол ақшаға Маралға дәрі-дәрмек алдық. Иринаның жолына да тиын ұстаттық. Ирина үйден қатынап оқитын. Сабақтан кейін Маралға сол қарап жүрді. 3 күннен соң Маралдың беті бері қарады. Сонда қуанғанымды көрсең. Қуаныштың үстіне қуаныш, шәкіртақы да түсті. Маралдың көңілін ауламақ болып, оны қыдыртып медеуге апардым. Жандар мен Иринаны ертіп алып кетті. Кеш батқан соң таудан келіп бөлмемде жатсам, Жандар бір нәрсені күмілжіді. Сөйтсем ол Иринамен кездесіп жүр екен. Мәре-сәре болып қуанып, бұны атап өтейік дедім. Ертесіне Ақмаралдың вахтерша апайына жалынып жүріп, Иринаны кіргізіп қондыратын болдық. Сабақтан шыққан соң бәріміз кешке Маралдың бөлмесінде кездесетін болдық. Жандар екеуміз көк базардан жеміс сусындарын әкеліп Маралдың бөлмесіне бардық. Қыздар қатырып тұрып палау жасап қойыпты. Марал мен Иринадан бөлек Ботагөз есімді тағы бір қыз бар екен. Дереу Жандар топтағы Аманды ертіп келді. Сөйтіп алдауымыз көңілді отырыс жасап, кештің сәнін кетіріп, ән айтып отырдық. Аман гитарамен ән айтады. Мен Мұқағалидың өлеңдерін оқимын. Жандар қызықты анекдотымен күлдіріп алды. Қыздар жағы жұмбақтар жасырады, біз таба алмайтын дал болдық. Осылай достық махаббаты атап өтіп, таңға жуық үшеуміз де өзіміздің жатақханаға тарқадық. 3 қызымыз бізді сыртқа шығарып салып, өздері де кіріп кетті. Екінші оқу жылы аяқталып келеді. Жандар екеумізден бақытты ешкім жоқ. Жанымызда Ирина мен Ақмарал бар. Өзімізше осыдан оқу бітірейік, екеуміз 2 қызды алып той жасаймыз. Содан кейін өмір бойы жұптарымыз жазылмайды деп армандап бір-бірімізге сөз бердік.
Көңілімде қуаныштың бәрін бір мың басып тастады. Ақмарал тағы да ауырып қалды. Ботагөзден ести сала бөлмесіне жүгіріп бардым. Төсекте өңі бозарып талықсып жатыр екен. Қыздар жедел жәрдем шақырыпты. Сәлден соң жедел жәрдем Маралды алып кетті. Артынан естігем, сабақтан қайтып келе жатып жығылып қалыпты. Осылай Марал жиі ауырып қалатын болды. Сабақ үлгерімі де төмендеп кетті. Мұғалімдерге айтып сабақтарын 4-5-ке жаудырып жүрдік. Көңілім құлазып, жабырқап жүргенде қысқы каникулға шықтық. Бәріміз ауылға қайтқалы тұрмыз. Жандар екеуміз бірге шығатын болдық, ал Ирина Алматыда қалатын еді. Ақмаралды ертең кешке автобусқа салып жіберетін болдық. Ертесіне Маралмен күндіз кездесіп қыдыратын болдым. Оны президент саябағынан күтіп алып медеуге жол тарттық. Ол жақта 3 сағаттай коньки теуіп қалаға келіп түрік дәмханасынан тамақтанып алдық. Жүктерін өзінен бұрын салып жіберіпті. Өзі ғана қайтпақшы екен. Автобус сағат 7-де жүреді, ал кетуге әлі 2 сағат уақыт бар. Қол ұстасып 28 Панфиловшылар саябағына келдік. Маралды қатты құшақтап ернінен сүйдім. Бақыттан басым айналып бір жағынан қоштасуға дәтім бармай. Жүрегім қан жылап тұрды. Көңілімде бір күдік бар сияқты. Оны қайта-қайта құшақтап, қолын аузымен үрлеп жылтып отырмын. Көздеріне қарап тоймай отырғанда ол кетуге ыңғайланып, уақыт болды деді. Еркелеп арқама асылып алды да аялдамаға дейін оны арқама көтеріп апардым. Өзі қатты құшақтап алған. Аялдамадан барахолка базарына бардық. Әр жақтан Ирина мен Жандар да келді. Ирина Маралға байқап өзіңе қарап жүр. Қалаға келгенде айт, өзім күтіп аламын деп бәйек болып тұр. Автобуста от алып жүргелі тұр. Бәріміз қимай-қимай Маралды автобусқа мінгізіп Ақсуатқа шығарып салдық. Ертең Жандар екеуміз қайтамыз. Бүгін ол Иринамен қоштаспақ. Жан дүнием алай-түлей болып жатақханаға қайттым. Ертең ұзақ жол. Туған жерге бармағалы көп болып еді. Сағынышымды басып қайтармын. Ал Ақмаралға деген сағыныш ше. Оны қалай, немен басамын? Қайда жүрсең де аман бол. Менің Маралым, сен менің жүрегімдесің. Мен сені жақсы көремін. Осылай ағасының аяқсыз қалған күнделігін Сәуле оқып бітірді. Бұл күнделікті жазған Азат Сәуленің туған ағасы екен. Қысқы каникулда оқуын аяқтап ауылдарына бара жатқан екі дос, Жандар мен Азат, жол апатынан қайтыс болған. Ал Азат сол жерде тіл тартпастан кетсе, Жандар ауруханада 2 күн ес-түссіз жатып көз жұмыпты. Ағасының заттарының арасынан осы күнделік шығыпты. 2 жылдан соң Сәуле ағасы Азат оқыған университетке оқуға түскен. Ағасы мен Жандар туралы мұғалімдерден сұрап көріпті. Сол екі дос ондағылардың әлі есінде екен. Сабақта жақсы оқумен қатар өте белсенді, пысық, алғыр болған екен. Қасындағы қыздарын да еске алыпты. Біреулері сол төртеуіне көз тиген депті, мүмкін. Сәуле ағасының күнделігінде 2 қызды да іздестіріп көріпті. Ақмаралды табуын тауыпты, бірақ бұл өмірде жоқ екен. Азат қайтыс болған соң 6 айдан кейін демікпеден ол да бақилақ болыпты. Алматыдағы туыстары солай депті, ал Иринаны әрең тауыпты. Ирина оқуын аяқтап шетелге кетіпті. Магистрант болып Түркияда оқып жатыр екен. Осылай Сәуле көзінен жас алып әңгімесін аяқтады. Айтпақшы, Сәуле екеуміз бір топта оқимыз. Ол менің ең жақын досым. Міне бүгін бүтін бір тағдыр оларды таныстырды, бірақ табыстырмады. Қосылмаған ғашықтар, біздің заманымыздың қозы мен баяндары, қыз жібекпен төлегендері, бұл жалғанда қосылмаса да арғы өмірде жұптары жазылмасын. Өйткені олардың махаббаты, достығы адал, кіршіксіз, пәк еді. Жатқан жерлері жайлы, имандары жолдас болсын. Бұл оқиға Алматы қаласында болған. Олар оқыған университет Қаныш Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университет болатын. Құрметті мен оқырмандарым, бұл да бір сондай өте әсерлі, махаббатқа толы, өте жақсы әңгіме болды бүгін бізде.
сезімге толы, махаббатқа толы, сағынышқа толы әңгіме болды. Оқырмандарымның арасында махаббаттары ашылып жүрген, ғашық болып жүрген жандар болса, махаббаттарыңызға берік болыңыздар. Махаббаттарыңыздан айырылып қалмаңыздар. Махаббаттарыңызбен бірге қол ұстасып осы өмірде бақытты ғұмыр кешіңіздер деп тілеймін. Менімен соңына дейін болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Каналыма лайк басып тіркеліп кетсеңіздер алдын ала рахмет. Келесі әңгімемізде кездескенше аман саулықта болайық. Махаббаттарымыз мәңгі болсын.